Қайырлы таң, қайырлы күн, немесе қайырлы түн, менің құрметті жақсыларым. Менің кезекті влогыма қош келдіңіздер. Менің каналыма бұрын соңды жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде уақыт тауып, подписаться деген тетікті басып, және де қоңырау шанында басып қоюыңызды сұраймын. Себебі менің каналымда өте пайдалы осындай видеоларым шығып жатқанда, алғашқылардың бірі болып оны көріп, және де өзіңіздің тұрмысыңызда соны жасап, көптеген лайфхактарымның куәсі болып, өзіңіздің тұрмысыңызды жеңілдететін мүмкіндіктерден айырылып қалмаңыз. Сіздер үшін қиын емес, мен үшін өте приятно. Лайк басып кетсеңіз, немесе комментарийға қойғыларыңыз келген сұрақтарды қойып отырсаңыздар, мен сіздермен пікір алмасып, сұрақтарыңызға жауап беріп, бір-бірімізбен араласып отыруға уәде етемін. Мына жерде мен мынандай рубрикамен де қыстың қамын жазда ойла деп. Әрине қазір қыс айы болса да, бұл видеоны мен октябрьдің басында түсірген болатынмын. Сәті енді түсіп, жарыққа енді шығып жатыр. Қабыл алыңыздар. Бұл жерде мен істеп жатырмын. Помидорды жұқалап, кольцо қылып кесіп, оны морозильникке қатырып, кейін қыс бойы осы бала-шағама пицца жасауға, немесе таңғы ас кезінде өзімізге жаңағындай жұмыртқамен дәмді таңғы ас дайындауға қолдану үшін осылай ыңғайлап, турап, қатырып, кейін көресіздер оны қалай сақтап жатқанымды. Соның барлығын көз алдарыңызда жасаймын, өздеріңізге көрсетемін. Және де мына жерде помидорды тазалап, турап, ыңғайлап, мына измельчительден өткізіп, ішіне аздап чеснок пен тәтті болгар бұрышын қосып, тағы да әдемі бір заготовка дайындап жатырмын. Оның да өзім ас дайындаған уақытта қажеті болып қалады. Және де осы жасап жатқан заготовкаларымды қосып, отбасым үшін өте дәмді, керемет астар дайындап беретін боламын. Менің каналымда сіздер көбіне көп менің ас бөлмеде жүргенімді ғана көріп ойларсыздар ғой, мен бірыңғай үйде отырған адам екен деп. Жоқ, мен бір жағынан онлайн жұмысымды жасаймын, бір жағынан балаларымды күтемін, бір жағынан қазіргі таңда кімнің қолында соткасы бар, кімнің қолында жаңағындай блокнотмен жоспарлайтын дәптер қаламы жүретін болса, білесіздер, ол адамдар қазіргі таңда біраз нәрсені осы үйден шықпай-ақ тындыра беретін. Қазіргі таңдағы біздің айтады ғой, бір қолымызбен әлдеймізді әлдилеп, балаларымызды бір қолымызбен әлемді әлдилеп жүрген қыз-келіншектердің қатарынан боламын. Және де неге осындай заготовкаларды алдын ала дайындаймын? Себебі сондай жұмыстарымды жаңағындай атқарып, орындап жүрген уақытта маған жаңағындай тұрмыста әр нәрсені свежийдан, новыйдан жасап тұруға уақытым болмай, алдын ала осылай дайындап қойсам, кез келген уақытта менің ойыма жаңағындай, немесе балалардың сұранысы бойынша мама пицца жасап берші, немесе таңғы асқа өзіме шакшука жасайтын кезде осындай дәмді, тем более енді қыстың ішінде бұлар свежий бола бермейді. Дүкеннен сатып алғанның өзінде оның ішінде ешқандай да нәрі болмайтын, өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан алдын ала осындай дайындап, міне контейнерлерге салып, мұздатқышқа сақтап қоюға болады. Пайдаланардың алдында оны ертудің қажеті жоқ. Пиццаға бетіне тура осылай мұзымен сала салсаңыз болады. Одан ештеңе бұзылмайды. Керісінше өзінің формасында сақтап, дәмінде сақтап, сізді қуантады. Ал мына жерде үйде қандай силиконовый форма бар, соның барлығына осылай салдым. Бұл өнімді мен не үшін пайдаланамын? Томат құрамында жаңағы тәтті болгар бұрышы мен сарымсақ бар. Бұларды мен әсіресе мантының бетіне подлив жасаған кезде пайдаланамын, суптар жасаған кезде пайдаланамын, және де кейде болады тефтели немесе фрикадельки мен ас дайындаған кезде сол менің сорпасы дәмдірек болсын деп сол тағамның соған қосамын.
Міне бірнешеуін жасап алдым. Маған тәжірибе көрсеткендей, Аллах бұйыртса келесі жылы осыларды 3-4 есе көбірек жасауым керек екен. Себебі біз осы күнге дейін осылардың жартысын уже қолданып, пайдаланып, рахатын көріп жатырмыз. Штығы осылай пельмен дайындадым. Мен пельмен жасау үшін алдында асқан еттің сорпасын ешқайыққа төкпеймін, осылай бутылкаға құйып қоям. Пельмен жасаған кезде міндетті түрде қолданамын. Балалардікін алдын ала құйып қойдым, суи берсін деп. Мына осымызге еще плюс. Мына жаз бойы қатырған жеміс жидектерімді күшті қылып пайдаланып жатырмын. Сливовый пирог пісіріп, сусын деп осы жерге қойып қойдым. Бір нәрсе пісірсең духовкаға, қаншама нәрсе сыртқа шығып, мені қашан салады деп күтіп тұрады. Тура сол сияқты бір тамақ дайындасаң, қаншама ыдыс-аяқтар қыдырып жүреді мына жақта. Ничего. Главное, бала-шағама, отбасыма ұнайтын дәмді тамақтарды осылай жасап беріп отыру бақыты бұйырыпты. Айханымды сабақтан алып, сол мектептің жанындағы фикс прайсқа соқтым. Ана жерде көзің тұнады. Сондай бір үйге пайдалануға, қолдануға өте қолайлы, әдемі, декоративны, керемет функциональный нәрселерді көріп, көзім тұнып тұр. Так, ішінде не көрсетсем сіздерге? Мынау бүкіл для организации. Мынау кухонный утварьлар. Осындай түрі кепті. Мен қазір мынаны алып жатырмын үйге. Барғаннан кейін разбор жасаймын сіздерге. Мынандай ситечка, мынанда брызгоуловитель, мынаның артында тұрған брызгоуловитель. Так, мынау сита тоже күшті, дуршлаг. Менде подобный бар. Мынандай ручкалармен, щипцы. Мынаның артындағы наборлар менде бар. Күшті бұлар. Формочкалар бар. Пышақтардың түр-түрмен. Біз қазір мынаны алдық. Бұрында Икеяда бар болған, осындай лопаточка мен осындай ложечка. Сондай наподобие сондай келіпті. Мына жерде мынау коллекциядан көзім тұнады. Прям күшті. Салатницалар, мындай порционный ыдыс-аяқтар, соусницасы керемет. И менің аңғарғаным, осы бүгін елден ерекше осы жерді әдемі етіп жинап қойыпты. Мен осы жер шашылып жатқандықтан келгім келмейтін, бүгіндікке бір ерекше мынау ыдыс-аяқтарды өзінің сериясымен компоновать етіп. Осы маған қара қаймасы бар ыдыстар ұнап жүр қазір. Соусницасы да бар, боулдар да бар, салатнигі да бар. Мынау стекло күшті ұнайды маған осы. Бір жағынан ваза сияқты ыдыс айтып жатырмын. Бір жағынан осылай сыпучыларды салып қоюға өте әдемі. Мен мынандай кувшин алғам бұл жерден. Мынауымыз кофеварка мыналар. Күшті енді, прям көзің тұнады. Осы салатникке ойым кетіп жүр. Рецепт жасаған кезде түсіруге әдемі, объемный, екіда бір нәрселер. Мындай кішкентай малышкалар бар. Специялар салатын 60 граммдық. Стакандардың түр-түрі бар. Осы набор тоже ұнап жүрген. Кофе ішуге, шай ішуге арналған. Тарелкасымен, чашкасымен. Мына жерде де салатниктердің жаңағы опаловое стекло деген түрлері. Так, енді кружкалар слишком объемный біз үшін. Осындай күшті. Мынандай тоже заварочный чайниктер бар, шағын-шағын. Мынау стакандар вообще круто, айсберг ішінде. Как будто вулкан жарылған сияқты. Күшті, стильный, интересный, декоративный. Адамның көзін қуантатын. Сосын әрине енді сапа деген нәрсені таңдап, состав деген нәрсені өте қатты аңғарып, солай алу керек. Бұл енді фикс прайстағы бір ғана бөлік, ыдыс-аяқтардың бөлігі. Мына осындай. Сіздерге осындай обзорлар ұнаса, айтып қойыңыздар тоже. Мына маған осы наборларда ұнап жүрген мына. Осының чашкасы да болған, кружкасы. Осындай ыдыстарда болған. Мына жаңа фикс прайсқа соқтым. Сіздерге шағын обзор жасадым ғой, енді өзім үйге не алып келгенімді көрсеткім келеді. Мынандай эко-стильдегі боросиликатное стеклодан жасалған баночканы алып келдім с ложкой. Витринада үшеу ғана тұр екен, сол үшеуі мені күтіп тұр екен. Үшеуін де алып келдім. Так, венчик алдым мына. Кейде Айханым екеуміз бірге осы кухняда жұмыс жасаған кезде венчик жетпей жатады бізге. Так, мынау тричаптың маскасы. Өткен жолы шампунь мен кондиционерін алып келгем. Енді шаш күтіміне аса көңіл бөлуім керек. И Айханыммен барғаннан кейін ол бір поделкаларына қатысты керек деп мынандай наклейканы алғызды. Мына жерде мынау банкаларды қай жаққа пайдаланады деп ойлайсыздар. Менде мына плитаның үстінде осындай полочкам бар ғой. Кофенің сүті, тоз тұратын. Сол кезінде осы жасыл банкалар, кофенкі ғой, соларды осылай пайдаланғам. Қазір жүті солар ұнамай жүр. Сосын зіп-зілдей мына банкалар. Сосын біреу өткенде құлап, кішкене повреждение болған. Сондықтан да осы полканы, осы эко-стильде оформить еткім келеді. Мыналардың барлығын осыған салқым келеді, мына ірі ыдыстарды. И ақырындап кейін мына ыдыстарды даяр бастайтын боламын, кездесіп жатқанына қарай. Үйге келіп тезірек мына
мына жерде кеше пельменнен фарш қалған. Пельмен істеп қойдым балаларға. Сол фаршпен түскі ас дайындап жатырмын. Макароны по-флотски болады бұл жерде. Осындай обзор. Бір где-то 5515 теңге кетті осының барлығына. Мынау бір баночканың өзінің бағасын білесіздер ғой, рынокта қандай. Кәдімгі как крыло самолета же стоит. Ал фикс прайста мына обзорда аңдып жүргем, қарап жүргем. Біздің үйдің жанындағы филиалға келіпті, соны алдым. Сол өзім сондай бір довольны болып тұрмын енді. Организация пространства деген тақырып мен үшін өте бір қызықты тақырып. Осы кухнямыздың әр бұрышын поэтапно дейді ғой, ақырын кезеңмен обустраивать етіп жатырмын. Кейде болады бір контейнерді немесе бір осындай банканы алам, сосын оған бір нәрсені салам, үйлеспей тұрса тағы да ойланып жүрем. Кейін тағы да осылай басқа дүниелерді көрген кезде бірінші өзім ойша визуализация жасап үйімнің әр бұрышына қойып көрем. Сол жерде тұрған ыңғайлы, бір жағынан жарасады деп шешім қабылдасам, онда барып осылай алам. Негізі мені фикс прайстың амбассадоры деп атауға болады. Мен көбіне енді ыдыс-шуып тұрғанда үйде, кір өтектеп тұрған кезде шын ресейлік блогерларды көремін. Оның ішінде осындай фикс прайсқа барып, заттарды алып, өздері тұрмыста қолданып, өздерінің отзывтарын айтып жатқан кісілерді көбірек көремін. Содан кейін фикс прайсқа барғанда уже дайын болып барам. Именно нені алам, оны қай жерге қоям, алдын ала өлшеп, кесіп, пішіп алам, содан кейін ғана барып аламын. Мына контейнерлердің барлығын, бамбук крышкасымен қасықты барлығын на Greenway'дің осы ас бөлмесіне арналған 40-60 полотенцесі өте керемет. Мынау жаңадан шыққан файбер. Сонымен әбден құрғатып сүртіп алдым, жылтыратып. Сосын жаңағы ескі банкаларымдағы дүниелерді осы контейнерге құйып жатырмын. Үшінші контейнерге шайларды салам, пакетированный шайларды. Себебі осы контейнерде ол түрі көрініп тұрады. Сосын керек кезінде осы банкадан алып қолдана беретін боламыз. Осылай маған ыңғайлы болатын сияқты. Сіздердің ойларыңызша қалай болып жатыр? Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Ал тағы бір ойлаған ой жүзеге асты. Мына банкалар өте әдемі болып көрінеді екен мына жерде. Біреуінің ішіне кофе, біреуінің ішіне кофеге арналған сүт салып қойдық. Негізі мына жерде тұзды да салып қойса ыңғайлы екен, бірақ мен тұзды осы ыдысқа салуға кішкене қорықтым. Өйткені тұз салмақтырақ, алып қойып жатқан кезде ұрылып қалар, түсіп қалар деген сияқты оймен. Бер жаққа қарай мынандай лофт баночкаларды, специяға арналған соларды шығардым. Өте ыңғайлы. Негізі практикада қолданған кезде барлық специя салатын банкалардың ішінде именно осы түрі мен үшін ыңғайлы, қолайлы болды. Енді қалған специя салатын банкаларымды да біртіндеп осыған айырбастайтын боламын. Үшінші банка қайда кетті дейсіздер? Үшінші банканы мына жердегі өзімнің кезінде Икеадан алынған жасалған полка тұғын, соған қойып қойдым. Мына шайларды әкеп осындай коробочкада тұратын болса, ішілмей тұра береді. Ал мына жерде стеклянный банкаға салып қойдым, әдемі болып орнын алып тұр. Күшті болды мына. Сіздердің ойларыңызша қалай менің оформлением? Кухнядағы осы уголок маған керемет ұнайды. Мен негізі әр бөлменің ішіндегі әр осындай бұрышты өзімнің жүрегімнің қалауымен жұмысқа ыңғайлы болсын деп осылай ұйымдастырып жүрмін. Өзіме керемет ұнайды. Шабыт алам осындай нәрселерден. Ай ханым, мен ана жақта баламен жүрсем, мына жерде жыбыр-жыбыр, қыбыр-қыбыр сөйтсем, маған двухэтажный торт пісіріп қойыпты осылай. Печеньені екі түрлі вареньемен араластырып жағып, үстіне мынандай фигурный печеньелерді қойып, қайта-қайта келеді. Для деген сөз қалай жазылады дейді. Міне сөйтсе для мамы деген сөзі екен. И жаным сол. Осындай сюрприз жасап жүреді. Еще плюс маған айтады, о, конфетти подготовила. Когда ты на кухню придешь, я тебе сюрприз устрою деп. Мен келе қоймағаннан жаныма келіп сценарийін айтып кетті ғой. Сосын айтам, конфеттиді шашпа, мен барғасын көрем, рахмет деп. Міне осындай нәрселермен қуантып жүргенді жақсы көреді. Өзі ана жерде сабағын орындағысы келмей, ерініп телевизордың алдына кетіп қапты уже мен келгенше. Мен фикс прайсқа барып, үйге керекті заттарды алып келдім. Міндетті түрде обзор жасағым келеді. Міне чегім 5688 теңгеге шықты. Не алдым? Негізі мен біраз болды осы нені аңдып жүргеніме. Бұның аты полка овощная. Бірақ мен бұны ертең көрсетем қай жерге құратынымды. Мен бұны киім салуға алып жатырмын. Мен бұны кухняға қоймаймын. Қызық жері, осыны фикс прайстан мен 2500 теңгеге алдым.
ал зетаға соққан басқа нәрсе қарауға. Зетада осы 5500 тұра ма, 2 есе в общем бағасында тұр екен. Так что имейте в виду, басқа да түстер бар екен, маған конечно керегі ақ. Мына Bone Home'нан аламын осындай кухняға қажетті пакеттерді. Олар негізі биоразлагаются. Біздің үйде средства ешнәрсе пайдаланбаймыз ғой, кроме хозяйственного мыла. Сол мынау хозяйственное мылан эффектісі өткен жолы ұнаған. Бір 4-5 алып келейін деп барсам, мынау сөреде последний екен. Так, өткен жолы мен сіздерге фиксқа барғандағы обзордан көрсетіп жатқам, осындай алайын деп жатқанымды. Сөйтсем, оның что-то мына жерлері бір бос тұр екен. Бүгін соны қарасам, біраз ассортименті көбейіп тұр екен, соның ішінен таңдап алдым. Мына жердегі ручкасы күшті, soft touch, қолға ұстағанда өте ыңғайлы. Пицца турауға арналған осындай пышақ. Сосын Айханымға осы өткен жолы өзі бір менімен бірге барғанда облаканы көріп алған тұғын. Осы өте қатты ұнады. Жаңағындай кариес болмауға өте дәмі де ұнады. Мынау қол жууға арналған сабын үйде бітіп қалып еді. Өткен жолы да тоже алғам. Витамин Е бар дейді. Миндаль болғаннан кейін, молочко болғаннан кейін алдым. Осындай нәрселерді барып алып келдім. Мен үйден шығатын болсам, только по делу ғана шығам. Көбіне только фикс прайсқа ғана барам, өйткені мен фикс прайсын осылай обзорын көремде, не нәрсе қажет, оны қай жаққа применять етеді, әбден көріп, өлшеп, пішіп, біздің үйдің қай жеріне не керек, соны барлығын нетіп алам да, әбден ойластырып алам да, сосын барып қана керек нәрсемді алам. Балаларды түскі ұйқысына жатқызып, енді өзім залға келіп, көптен бері жоспарлап жүрген бір ісімді бастағалы жатырмын. Ол мынау гардероптың сол жағындағы 2 есік, ол ересектерге арналған секциясы, яғни мен Асекеңнің секциясы, соның ішін дұрыстап ұйымдастыруды жоспарлап жүргем. Сол үшін міндетті түрде жаңа керек деп осы мынау жасап жатқан, құрып жатқан өзімнің полкаларымды алғам. Негізі минимализмді ұстанған адамдардың көбіне жаңағындай ұстанатын қағидасы: сіз үйге бір пакет дүние әкелсеңіз, онда бір пакет дүние үйден шығу керек. Баланс болу керек ше. Егер де сіз затты сатып үйге әкеле беретін болсаңыз, бірақ үйде расхламление жасап, үйдегі керек емес, пайдаланбайтын, қолданбайтын нәрселерді үйден шығармайтын болсаңыз, онда Плюшкин синдром болып кетеді. Сондықтан да мен оны қатты ұстанамын. Бір нәрсе алу үшін бір нәрсені үйден шығарып отырамын. Себебі өзі аядай ғана үй ғой, ұядай ғана 2 бөлмелі үй. Соның ішінде әрқайсымыздың өмір сүруімізге ешқандай кедергісін келтірмейтін, жаңағындай қимылымызды қысылып қымтырылып жүруге әкелмейтін жағдай тудыруым шарт та менің. Сондықтан да мына жерде бір жағынан сезондық киімдерді ауыстыру, жаздың киімін жинап тастап жатырмын, қыстың киімдерін шығарып жатырмын. Және де міндетті түрде алғашқы шартым ол расхламление. Осы 6 айдың, 12 айдың, тіпті 2 жыл, 3 жылдың ішінде киілмей, бірақ сезоннан сезонға қалдырыла беретін киімдердің барлығын қарастырып, соның ішінде беруім керек, жаңағында құтылуым керек, немесе сатып жіберуім керек деген нәрселерді бері қарай шығарамын. Міндетті түрде енді уборка бастаған кезде оның алғы шарты, айтпаса да түсінікті нәрсе, ол шаңнан, кірден бірінші тазалап алу. Одан кейін мені көріп отырсыздар, сөрені қай жерге алдым, сол жерге кәдімгі орнын таба қалды. Одан кейін жаңағындай сезонның киімдерін айырбастап жатырмын. Және де жаңағындай минимализмнің бір жақсы шарты, расхламлениені айтып жатырмын ғой, ол сіздің енді болады ғой, бір толып кеттім, арықтаймын деп қойып қоясыз ғой, енді өз-өзіңізге уақыт бересіз. Адам деген бір айда толып кетіп, бір айда арықтай салмайды. Жаңа 2 сезон, 3 сезон өзіңізге уақыт бердіңіз. Одан кейін межелеген жаңағы өзіңіздің межеңізге жетпедіңіз ба, онда енді беспощадно дейді ғой, ол заттардан, ол әсіресе киімге қатысты айтып жатырмын, құтылу керек дейді. Себебі жаңағындай ескі нәрсе кетпей, жаңа нәрсе келмейді. Сол қағиданы ұстаныңыз. Ол сіздің шкафыңызда бостан-босқа ілініп тұрғанша, одан да біреуге пайдасына келсін шынымен де. Біреу рахаттанып кисін, бергенде де жақсы көңілмен береміз. Рахатыңа ки деп ше, тыжырынып беруге болмайды негізі. Өйткені әр зат сіздің энергияңызды тасымалдайды, немесе сіз алған зат
жаңа сізге сондай энергия келеді. Сондықтан да енді бисмиллах деп киіп бисмиллах деп шешеміз ғой. Оның үстінде біреуден алып біреуге беріп жатқан кезде өзі жаңағындай жақсы көңіл күймен беруіміз керек. Ал мына жерде өзім киетін жаз киімдерімді, ал сіздерге промежуточный результат көрсетіп кетейін. Мына жерде тек қана жазда киетін киімдерімді шығарып қойдым. Даже қарасаңыздар, осы жазда кием деп шығарып қойған бірнеше киімдерді осы жазда кигенде жоқпын, текке осы киміргіште ілініп тұрды. Ал мен мынау рубашканы онлайн заказ берген болатын, Айсұлтанды босанып шыққаннан кейін. Әлі де киім мешогынан алмағам да ғой. Мына жерде қара түсті рубашка бар, оны мен кидім, тура осымен бірге заказ берген, міне алдында скрипкасы бар. Ал мына ақты әлі де киіп шыққанда жоқпын. Қызық, осындай киімдер жүре береді. Сосын білмеймін, бір ойым болған шығар. Неге баратын? Бассейнге сондай снаряженияларды шығарып қойғам, оларды қайтадан салам. Мынау капроновый колготкиларым салынған мешок, қайтадан жинап қоям. 3 жыл болды осының ішіне бір капрон колготки алып кимеппін әлі. Және де қазір қыстың киімдерін алам, мына жоғары жақтан. Сол жерде көрем, осы джинсыды кием ба, кимеймін ба, кимесем салып қоям үстіне. Ал мына уже жұртқа берем деп дайындап қойған киімдерім болатын, оларды реті келгенде, үйге келгенде ол кісілерге ұстатып жіберем. Енді ана жақты жинаймыз. Ал мына жерде мына нағыз киетін ғана киімдерді іліп қойдым. Менің принципім бойынша бір киімді үстімен астымен осылай жинаймын. Бір ілгіште бір-ақ киім ілініп тұру керек. Сосын төмен жақта енді Азияның подгузниктерін осылай мен впрок сатып алам. И плюс осы полканы сатып алған себебін айтайын енді. Мен келгеннен кейін киімді сразу іліп қоюға дағдыланғанмын. Ал Асекең шалбарларды осылай полкаға салып қойған жақсы көреді. Сондықтан да жаңа ашқан кезде осы жер абырсып жатты ғой. Жүгіріп бара жатады, кетіп бара жатады, асығып келіп жатады. Сол кезде осы полка сондай бүктеп қойып қоятын киімдерді салуға. Ал төмендегі полкаларға біз іш киімдерді сондайларды ғана жинаймыз. Ал мынау жоғарыдағы полка, как в доступе болатын полка. Енді жоғары жақтан қысқы киімдерді алам, киетінімді ілем, кимейтініме расхламление жасаймын, сразу беретіндерімді берем. Все, жоғарыдан алатынымды алдым, қоятынымды қойдым. Қыс киімдердің ішінде осындай бір интересный кофточка бартын, многослойный қылып водолазкамен, анау шалбарым бар, интересный, 7/8 дейді ғой, сондай длинада, сонымен киюге оны іліп қойдым. Мынандай кофточкам бар, оны іліп қойдым, кожаный юбкамен кием. Мынандай кофточканы тоже іліп қойдым. И жүгіріп шыға салуға осындай коллегім бар, белбеумен, бірақ белбеумен никогда киіп көрген емеспін. Осылай киюге. Ал қалған киімдерді мына шарфты шығарып қойдым. Жақсы куртка алғам, соның сыртынан тағуға өте жақсы. Ал өзімнің мынандай кимейім енді болды. Мына 3 жыл бойы бірді-бірлеп киіп көрген жоқпын. Яғни оларға ешқандай сұраныс жоқ деген киімдерімді өзімнің жақындарыма берем. Мына юбка, мына перчатки, басқа перчатким бар. Мына джинсыды енді 3 жыл бойы киген жоқпын, оған тағы да сұраныс жоқ. Сосын мынандай базовый киімдерді, мынандай серый триконы, өзімде тағы да біреуі бар. Соның біреуін алып қалдым да. Біреуін берем. И мынандай бір көйлек бар, тоже замогымен, несімен тоже жіберем. Өзімнің кимейтін, бірақ киюге болатын, ұялмай жұртқа беруге болатын киімдерді осылай берем. Ол расхламление дейді. Өзіме киетін киімдерді ғана қалдырам. Так что осылай расхламление жасап тұрыңыздар. Енді күндердің күнінде мен сіздерге прихожкаға, гардеробқа расхламление жасап, сол жерде осындай генеральный порядок жасайтын боламыз, соны көрсететін боламын. Мына енді бұл музей емес қой, дегенмен адам пайдаланатын болғаннан кейін өзімізге қолайлы етіп, ыңғайлы етіп осылай жинап қоям. Только триконы уберу, мына ішінде орын бар оған. Сол менің бүгінгі жұмысымның нәтижесі осы болды.